Неке дінге жәрдемші, шайтанды әлсіретуші. Алла дұшпаны іблиске қарсы соғылатын мықты қорған. Пайғамбарлардың мырзасы Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам өзге пайғамбарлардың алдындағы мақтанышы саналатын үмметінің көбеюіне себепші. Дәнекер болатында осы неке. Сондықтан да некенің шарттарын зерттеу, сүннеттер мен әдептерін біліп жүру, мақсаттары мен қағидаларын түсіндіру және оған қатысты мәселелер мен тақырыптарды ретімен қарастыру, зер салып қарастыруға соншалықты лайық нәрсе. Бүгінгі шығарылымда Ихя Улумиддин кітабының ерлі-зайыптылар арасындағы қарым-қатынас, неке кезіндегі қажетті мәселелер, ерлі-зайыптылардың бірі-бірінің алдындағы міндеттерінің ер кісіге қатысты мәселелерін айтатын боламыз. Ер кісі мына 12 мәселеде әдеп пен орта жолды ұстануы керек. Олар үйлену тойы, жақсы қарым-қатынас жасау, әзілдесу, басқару, қызғану, асырау, тәлім-тәрбие, тең қарау, шектен тыс қарсы шыққан кезде әдепке шақыру, төсек қатынасы, бала туу, талақ арқылы ажырасу. Бірінші әдеп той дастарханын жаю, мустахаб амал. Әнес радиаллаху анху айтады: Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Абдурахман ибн Ауфтың жүзінде қынаның ізін көріп, бұл не деп сұрады. Бір құрма дәнегі ауырлығында мәһір беріп, бір әйелге үйлендім деп жауап берді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: Алла сен үшін құтты қылсын, бір қой сойсаң да той дастарханын жай деді. Пайғамбарымыздың өзі Сафия анамызға үйленген кезде құрма және бидай ұнынан жасалған тамақпен дастархан жайған. Хадисте үйлену тойында бірінші күні ас беру міндет, екінші күні сүннет, ал үшінші күні атақ пен рия үшін болады. Кімде-кім атағын шығарғысы келсе, қияметте оның жазасын жария түрде береді делінген. Үйленген кісіні құттықтау мустахаб. Күйеу жігітті көрген кісі Алла саған құтты қылсын, араларыңды жақсылықпен біріктірсін дейді. Абу Хурайра радиаллаху анху жеткізу бойынша Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам осылай айтуды бұйырған. Некені жариялау да мустахаб. Хадистерде ер мен әйелдің қосылуында харам мен халал арасына ажыратып тұратын нәрсе тамбурин мен дауыс. Некені жариялаңдар, оны мешіттерде өткізіңдер, тойды білдіру үшін тамбурин соғыңдар деген. Екінші әдеп әйелдерге көркем мінез көрсету. Олардың қысқа ойлылығына түсіністікпен қарап, олардан келетін қиындықтарға төзу. Құранда Ниса сүресінде оларға әйелдерге жақсы мәміле көрсетіңдер делінген. Олардың құқықтарының ауырлығын көрсету үшін Алла тағала олар сендерден ауыр серт алған еді. Ниса сүресі 21 аят. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам соңғы өсиетінде 3 нәрсені тапсырды. Бұл 3 нәрсеге баса мән беріп айтқаны соншалық, тілі күрмеліп, дауысы шықпай қала жаздады. Ол былай деген еді: намазға мұқият болыңдар, қол астыларыңдағы құлдарға дұрыс қараңдар, оларға шамалары келмейтін жұмысты жүктемеңдер. Алладан қорқыңдар, әйелдер жайында да Алладан қорқыңдар. Олар сендердің қол астарыңда тәуелді, оларды Алланың аманатымен алдыңдар, және Алланың сөзі арқылы олардың ары сендерге халал болды. Хадисте кім әйелінің жаман мінезіне сабыр етсе, Алла оған Аюб алейхиссаламның пайғамбардың қиындығына төзгенінің сауабын береді. Қай әйел күйеуінің жаман мінезіне сабыр етсе, оған Фирғауынның әйелі Әсияның сауабын береді деген. Әйелге жақсы мінез көрсету оған азар бермеу ғана деген сөз емес. Керісінше Алла елшісі саллаллаху алейхи вассаламнан үлгі ала отырып, оның азарына төзу, ақымақтығы мен ашуына жұмсақтық көрсету. Пайғамбарымызға жұбайларының сөз қайтаратын кездері болған. Тіпті кейбірі күні бойы кешке дейін пайғамбарымызбен сөйлеспей қоятын. Бірде пайғамбарымыз Айша анамызбен бір мәселеге келісе алмай қалады. Соңында екеуі Абу Бәкірді төрелікке шақырады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Айша анамызға қарап: әуелі сен сөйлейсің бе, мен сөйлейін бе дейді. Сонда Айша анамыз: сен сөйле, бірақ тек ақиқатты ғана айт дейді. Әзіреті Абу Бәкір шыдай алмай қызын бір соғады. Айша анамыздың аузы қанап қалады. Әй, өзіне өзі дұшпан болған неме, пайғамбар ақиқаттан басқа бірдеңе айтушы ма еді дейді. Айша анамыз пайғамбарымызды паналап барып арқасына тығылады. Пайғамбарымыз: ей Абу Бәкір, сені бұл үшін шақырған жоқпыз, әрі сенен мұны сұраған жоқпыз дейді.
Birde Ayşe anamız radıyallahu anha Peygamberimizge aşulanıp kalıp, "Sen ba peygambermin" dep jarylap жүрген deydi. Peygamberimiz külümsirip, onun bul kılığın jumsaklıkpen, kengşilikpen köteredi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe anamızga, "Men senin aşulangan nimesi aşulanbaganыңды bile alamın" deydi. "Kalayşa, eger köңülüň jay bolsa, Muhammed'in Kudaymen ant etemin deysin. Al aşulu bolsaň, İbrahim'nin Kudaymen ant etemin deysin." Ayşe anamız, "Durus aytasың, senin ismiňdi aytpay ketemin, tek yüregimmen eske alam" deydi. İslamda algaçkı mahabat Peygamberimizдің Ayşe anamızga degen mahabaty ekendigi aytılады. Abu Zar Ummu Zarqa kalay bolsa, "Men de sagan sondaymın, birak men seni talak etpeymin" deydi eken. Peygamberimiz ayellerine, "Ayşe jayında magan kıyın keletin söz aytpaňdar. Ayşadan başka hiç birinin töseginde magan wahy kelgen emes" degen. Enes radıyallahu anhu, "Allah elçisi ayelder men balalarga eň meýrimli jan edi" deydi. Üçüncü edep äzildeşүү. Kıyınçılıklarını tüzүүmen katar, onlar men äzildesip, küldürüp, oynap kuluu gerek. Bolar ayellerдің köngülünü kuandırатын nerse. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayellermen äzildesetin. Olardyň is-hareketlerine, kılıklarına karay öz deňgeýlerinde memile jasaytyn. Peygamberimizдің Ayşe anamız bilen jugurup jarysatyndygy riwayat etiledi. Jarysda birde Peygamberimiz olsa, birde Ayşe anamız ozatyn. Ayşe anamız ozgan kezde "Ötken jolgy men teň boldyk" deytin. Hadislerde ayellermen eň köngüldi memile jasaytyn jan Peygamberimiz ýedi delingen. Bir hadisinde Allah elçisi sallallahu aleyhi ve sellem iman turgusundan muminlerдің eň kämili көрkem minezli jana otpasyna jumsak bolgany deydi. Tagy bir hadiste "Senderdiň jaksylaryň ayeldermen jaksy karym-katnas jasagany. Men senderdiň işleriňde ayellerine eň jaksy karym-katnas jasaytyndaryňmyn" deydi. Hazreti Ömer radıyallahu anhu katal kisi bola tura, adam otpasında sabi sekildi, al tüzde erkek bolu gerek degen. Luqman Hakimning de däl osynday sözü bar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Taala tabigaty awur, paň, takabbur, hiç kimge hurmet körsetmeýän adamdy süýmeýdi degen. Bir bedewi ayel kaýtys bolgan küýüň bulay sypatlagan eken. "Wallahi, ol üýde yüzünden külki aýrylmaýtyn, sırtda jagnaşpaýtyn, bardy jeýtyn, jokdy suramaýtyn." 4-nji edep baskaruu sayasat. Äzilde olarga jumsaklyk tanytuuda, kalawlaryna ýerüde şekden çykpau kerek. Aýtbese olardyň minezleri buzulup, erkek olardyň aldynda mysyn jogaltady. Sondukdan orta jolda ustaw kerek. Eger olardyň günäslerini körgende kaýtar alatynday mysyn jogaltpau tiz. Hiç kaçan künelerge baratyn hareketlerge jol açpay, kerisinçe şerigat ben adamy ustanımlarga kaýşy hareketlerini aşumen kataldyk körsete algan jön. Hasan Basri aytady, "Wallahi, bir adam ayeliniň näpsilik kalawlaryna bagynsa, Allah Taala onu tozakka et betinin süýrep kirgizedi" degen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayelge kul bolgan kurudu degen. Bulay aytууnyň sebebi adam ayeliniň barlyk kalawuna bagyngan кезде onun kulu bolady, äri kuruydy. Sebebi Allah Taala onu ayeline kojaýyn kılgan bolsa, ol ayeli özüne kojaýyn kılıp alady. Isti teris aýnaldyryp, jaratylış saňdylygyny özgertedi. Bul şaýtanga bagynuu degen söz. Sebebi Kur'anda iblistin olarga emir beremin de olar Allah'ın jaratuunu özgertedi degen. Al yerdiň mindeti baskarılуу emes, baskarуу bolatyn. Allah Taala Kur'anda yerlerdi, ayellerdi baskarooşu dep atagan. Başka bir ayetde küýewün kojaýyny dep atagan. Al kojaýyn bagynışda adamga aýnalsa, Allah'ın bergen nigmetini jokka çygargan bolmak. İmam Şafii üç adam bar. Olardy sıylasaň dandaýsyp ketedi. Katty bolsaň syylay bastaýdy. Olar ayel, kızmetçi, bukara halyk deydi. Bul jerde eger jumsakdygyňa kataldygyňdy, jylylygyňa sowukdygyňdy aralastyrmay, biriňgaý sypaýlyk körsete berseň degen söz. Arab ayelleri kızlarına küýewlerin sınaktan ötküzüdü üretedi eken. Şeşesi kızına, "Küýewňe sözüňdi ötküzüp, ogan karşı şogudan burun onu sınap al. Birinçi nayzasynyň uçun tartyp gör. Eger ündemese, kalkanynyň üstüne ýetiňdi turap al. Oganda ündemese, kılaşyn alıp süýek şawup al. Oganda ündemese, onda arkasyna ýeriňdi sal da minip al. Endi ol seniň ýesegiň bolady" dep keňes beretin bolgan.
Қорыта айтқанда, көктер мен жердің өзі тепе-теңдіктің арқасында бұзылмай аман тұрады. Шегінен асқан барлық нәрсе кері кетеді. Әйелдердің зиянынан сақтану үшін оларға қарсы шығуда, олардың қалауын қабылдауда, орта жолды ұстап, ақиқатқа еру қажет. Әйелдердің айласы мықты, зияндары әйгілі. Көбінесе оларға тән болып келетін қасиеттер, нашар мінез, таяз ойлылық. Әйелдермен қарым-қатынас мәселесінде тепе-теңдікті сақтау тек жұмсақтық пен үстемдік қатар болған кезде ғана іске асады. 5-ші әдеп қызғануда орта жол ұстану. Мұның жолы соңы жамандыққа алып баратын ашық жаман істеріне көз жұмып қарамау, жаман ойға, қырсықтарға көп берілмеу, ішкі сырларына тыңшылық жасамау. Пайғамбарымыз әйелдердің жасырын жағдайларын тексеруге тыйым салған. Басқа хадисте әйелді аңдып күтпеген жерден барудан тыйған деп те айтылған. Пайғамбарымыз бір сапарынан қайтқанда Мәдинаға кірмей тұрып, түн ортасында әйелдеріңнің жанына хабарсыз бармаңдар дейді. Алла елшісін тыңдамай, екі жігіт алға түсіп кетеді. Екеуі де үйлерінде жағымсыз жағдайда жолығады. Машһур хадисте әйел қабырға сүйегі секілді. Оны түзелтем десең, сындырасың. Сондықтан оны қисық күйінде пайдалан делінген. Бұл әйелдің мінезін түзету мәселесіне қатысты айтылған. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам, қызғанудың ішінде Алла тағала сүймейтін қызғану бар. Ол еркектің күмән тудыратын себеп болмаса да, әйелін қызғану дейді. Себебі бұл шариғатта тыйым салынған жаман ой ойлауға жатады. Әли радиаллаху анху, әйеліңді көп қызғана берме, сенің себебіңнен жаман жолға түсіп кету мүмкін дейді. Ал орнымен болатын қызғаныш міндетті түрде табылуы тиіс. Бұл шариғатта дұрыс саналған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Алла тағалада қызғанады, мұъмин кісі де қызғанады. Алла тағаланың қызғануы мұъмин пендесін тыйым салған істерге барған кезінде дейді. 6-шы әдеп нәпақа, яғни күнделікті қажеттіліктермен қамтамасыз етуде орта жол ұстану. Нәпақа мәселесінде тарықтыруға да, ысырапқа баруға да болмайды. Орташа болу керек. Алла тағала Құранда ішіңдер, жеңдер, бірақ ысырап етпеңдер деген. Әзіреті Әлидің радиаллаху анху 4 әйелі болғандығы айтылады. Ол әрбіріне 4 күнде бір дирхамға ет алып барады екен. Хасан радиаллаху анху сахабалар отбасының азық түлігін мол қылатын, ал жиһаздар мен киімге оншалықты көңіл бөлмейтін дейді. Ибн Сирин адамның өз отбасына аптада бір рет тәтті тағам түрін жасап беру мұстахаб екендігін айтады. Тәттілер әдетте негізгі қажеттіліктерге жатпаса да, мүлде алып бермеу бала-шағаны тарықтыру болып саналады. Тамақтан артылғанын және тұра берсе бұзылып кетуі мүмкін нәрселерді таратып жіберуін ері әйеліне тапсырып отыру керек. Бұл сауапты істердің ең төмен дәрежесі. Әйел бұл істерді күйеуінің ашық рұқсат етуін күтпей-ақ ыңғайынан танып істей берсе болады. Адам бала-шағасына жегізбеген дәмді тағамдарды өзі ғана жеуіне болмайды. Бұл олардың ренішін тудырып, арадағы жылылықты жояды. Егер жемесе болмайтын болса, оларға көрсетпей жасырын жеу керек. Оларға алып бермейтін тамақтарды да оларға сипаттап айтуына болмайды. Тамақ ішкен кезде отбасындағылардың барлығын дастархан басына отырғызу керек. Суфиян радиаллаху анху бізге бірге отырып тамақ ішкен отбасына Алла тағала мен періштелерінің салауаты болады деген хадис жетті дейді. Ер азаматтың мән беру керек ең маңызды нәрсе әйелін халал аспен тамақтандыру. Әйелінің қамы үшін теріс жолдармен табыс табуға бармау. Бұл әйел үшін қамқорлық емес, қиянат болады. 7-ші әдеп тәлім беру. Үйленген кісі хайыз және ол уақытта сақтану уәжіп болған үкімдерді өзі үйреніп, әйеліне намаз сабақтарын және хайыз әйелдің қай намаздарын қазасын өтейтін, қайсысын өтемейтінін үйретуі керек. Бұл Алла тағаланың өздеріңді және отбасыларыңды тозақ отынан сақтаңдар деген әміріне жатады. Егер бұрын дұрыс емес сенімдерді естіген болса, оларды жүрегінен шығаратындай деңгейде әхлі сүннет ақидасын түсіндіру тиіс. Егер діни міндеттеріне немқұрайлы қараса, Алладан қорқуға шақырады. Оның қажеттілігіне қарай хайыз және истихаза үкімдерін үйретеді. Истихаза білімі біраз ұзақтау болады. Бірақ әйелдерге хайыз мәселесінде ең қажет мағлұмат қазасы өтелетін намаздардың баяны. Мәселен, әйелдің хайызы ақшам намазынан аз ғана бұрын бір ракат намаз оқылатындай уақытта тоқтаса, онда ол бесін және намаздыгер намаздарының қазасын өтейді.
ал таң намазынан бұрын бір ракат намаздық уақыт қалғанда тоқтаса, онда ол ақшам мен құптанның қазасын өтейді. Бұл фәтуа шафиғиларға қатысты. Ханафиларға қатысты фәтуаларды ғылымқал кітаптарынан қарап алуға болады. Әйелдер ең азы осыған мән беруі керек. Егер еркек әйелге тәлім беру міндетін атқарған болса, онда әйелдің ғалымдардан сұрау үшін сыртқа шығуына болмайды. Егер бұлай болмаса, әйелдің үйрену үшін шығуға ақысы бар. Тіпті шығу уәжіп болады. Егер еркек шығуына қарсы болса, күнәһар болады. Ері парыз болған нәрселерді үйреткен уақыт ішінде әйел күйеуінің рұқсатынсыз зікір мәжілісінде білім үйренуге де шығуға ақысы жоқ. Әйел хайыз бен истихаза үкімдерінің бірін білмесе, күйеуі де оған үйретпесе, екеуі әйелдің күнәсіне ортақ болып есептеледі. Бүгінгі шығарылымды осы жерден аяқтайық. Имам Ғазалидің Ихя Улумиддин еңбегі өте ауқымды еңбек. Егер де сізге бұл кітап қызық болса, кітабыңызды өзіңіз алып оқуды ұсынамын. Келесі шығарылымда кездескенше сау болыңыздар.